Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сүзбе қосылған вафлидің рецептіме бөлісетін боламын. Таңғы асқа дайындап жүрген тәттілерімнің бірі өте дәмді болып шығады. Рецепті әдеттегідей экранға және де төмендегі описание бөлімінде қалдырылған. Ал ендеше бастайық. Алдымен сүзбеге жұмыртқаны, қантты, ерітілген сары майды, тұз бен ванильді, үй температурасындағы жылы сүтті қосып, жақсылап біркелкі болғанша блендермен езіп аламыз. Енді езілген сүзбе массасына илегіштен өткізілген ұн мен қопсытқышты қосамыз. Араластыру барысында ешқандай түйіршіктер қалмауы тиіс. Біздің қамырымыз дайын болды. Алдын ала қыздырып алған вафельницамызға сәл ғана май жағып, қасықпен салып, бетін жауып, шамамен 6-8 минут пісіретін боламыз. Пісіру уақыты сіздің вафельницаңызға байланысты. Ең бастысы осындай қызарған, өте әдемі вафлилер дайын болуы қажет. Дәл осы рецептпен 10 шақты вафлилер шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менің балаларыма өте ұнады. Егер де видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналыма жазылып қойыңыздар.